Қой еті неге ем? Қой көпшілікке таныс үй жануарларының бірі. Қазақ халық емшілері қойдың әрбір ішкі және сыртқы мүшелерін сырқаттарды емдеуге кең көлемде қолданып келеді. Бағлан тоқты, ісек, құнан қой, дөнен қойлардың ішкі сыртқы мүшелерін және кәрі саулықтың сорпасын дәрі үшін пайдаланады. Емдік қасиеті: еті, сорпасы сіңімді, қан толтырып денені семіртеді, денеге жылулық береді, жеуге жағымды. Қызықты және қажетті ақпаратты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, лайк басып пікір қалдырсаңыз, каналдың әрі дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Басты ем болатын аурулар және пайдалануы. Бірінші, салмақты науқастан кейінгі дененің арықтауына, дене әлсіздігіне, босанғаннан кейінгі аналардың денсаулығын қалпына келтіруге қолданылады. Мұны сорпалану деп атайды. Дені сау жас қойды сойғаннан кейін науқас адамның қабылдау қуатына қарай аз-аздан көбейтіп, етті сорпасымен күніне бір рет ішіп жегізеді. Егер науқас адамның асқазанына байланған қара жел болса, қайнатқан етке жем-жеміл дәрісін немесе сорпасына талқандаған қара бұрыш салып ішкізсе, байланған желді айдайды. Бір немесе екі малдың еті таусылғанша күтінсе, денсаулық біртіндеп қалпына келеді. Екінші, жаңа сойылған қойдың етінен жұқалап тіліп алып, соғылып, ісініп жараланған жерге танса ісікті қайтарады. Іріңдеудің алдын алады. Ішінен іріңдеп, аузы шықпаған жараларға, мысалы шиқан, сыздауық, танса жараның аузы ашылады. Үшінші, қой етін күйдіріп, көмірін сірке суына езіп, жылан, шаян шаққан жерге танса уытты қайтарады. Сыздап ауырғанды басады. Төртінші, сыныққа, мешел балаларға еттен сылынып алынған сүйектерді балтамен шауып, бөлшектеп ұзағырақ қайнатып, сорпасынан 1-2 рет ұзақ уақыт ішкізсе, нәтижесі тәуір болады. Басты құрамы: қара кесек етті негіз еткенде құрамында су 68%, белок 17,3%, май 13,6%, көмірсу қосылыстары 0,5% және кальций, фосфор, темір қатарлары бар. Видео пайдалы болған болса, онда туысқандарыңызға, достарыңызға жіберіп, олардың да дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Видео танысу сипатына екен және кез келген жағдайда дәрігермен кеңесуіңіз қажет екен ескерген жөн. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.